Адам неге дүниеге тоймайды, неге рахатқа тоймайды? Рахаттан кейін рахат ала бергісі келеді. Бұны қарау үшін адамның миында не болып жатыр? Бұның түпкі себебі қайда? Осы сұраққа жауап тапқан адам бәрінің шешімін табады. Мына кезінде Америкада ма, Англия ма, Милс Элнер деген бір ғалымдар, екі ғалым, тышқандарға бір эксперимент жасаған. Ана мидың ішінде нерв жоқ қой, сондықтан миына кішкентай электрод кіргізеді, оған тышқанды қойып қояды, мынандай клеткаға қойып қояды да, мына жаққа мына педальды басқан кезде анаған замыкание болады, миында тұрған немене. Ананы 5-10 рет басқаннан кейін ананы өшіріп тастайды. Қанша басса да замыкание жоқ. Содан кейін анау жүгіріп барып мына жақтан екінші педаль қойып қояды, көрсетіп. Оны басқан кезде замыкание болады. Бірақ 5-6-таудан кейін анау басылмай қалады. Соны жүгіріп кеп қайтадан мынаны басса, қайтадан замыкание болады. Сонда ана тышқан дейді, екі ортада жүгіре берген. Прям тоқтамай жүгіре береді. Тоқтамай қойғаннан тамақ бермесе де, біресе ананы басады, содан кейін жүгіріп барып ананы басады, тамақ іштемей шаршайды, содан кейін мынаның ортасына тоқ жіберіп қояды. Ананың аяғы күйеді бейшараның. Шырылдап тоқ жүгіргенде қарамай анда барып басады, содан кейін мында барып басады. Сонда адамдар ойлапты, ана ғалымдар, Милс Олнер деген екі ғалым, адамның миындағы, жалпы мидың ішіндегі бақытқа жауап беретін неменесін, аймағын таптық. Сол жері стимуляция болған кезде адам өзін бақытты сезінеді екен деп. То есть енді тіршілік иесі. Содан кейін дәл осыны адамдарға да жасайды эксперимент. Сонда адамның да мына төбесін теседі, ана тауып алады миының бөлшегін. Содан кейін маған немене береді, бір кнопка. Мынаны басқан кезде анау замыкание болады. Басам, қайтадан замыкание болады. Бір рахат сезімге адам бөлінеді. Баса береді, басқан сайын отыра береді. 1 сағат, 2 сағат, содан кейін айтады, болды енді, тоқтат десе, тағы да біраз басайыншы. Болды енді, тамақ ішесің десе, тағы біраз басайыншы деп айтады. Сонда сол адамдардан сұрайды, сен соны басқан кезде сенде бір керемет рахат сезімі оянды ма? Мысалы, секс еткен кезде, адам болмаса темек тағы бір тартқанда бір рахат сезім болды. Сол сияқты денеңде керемет рахат сезім болды ма? Неге сен оны баса бересің дегенде, жоқ, рахат сезімі болған жоқ. Бірақ міне рахат болатын сияқты. Келесі басқан кезде рахат сезімі болады. Келесі басқан кезде рахат сезімі келеді деген сондай бір сезімде болдым дейді. Ол не десеңіз, ол ынталандыру, уәде беру орталығы екен. Бақыт сезіміз уәде беру орталығы. Бұл сол кезде не болады деген, сол кезде дофамин деген бақыт гормоны бөлінеді. Адамды гормон басқарады ғой. Сондықтан адам, мысалы, сен бір нәрсені жасадың да, сол кезде неге адамдар соған байланып қаласың? Казино, әлеуметтік желі, TikTok, Instagram, Facebook, адам кіріп кетіп, қалай бәленбай сағат отырғанын байқамай қалады. Бірақ содан сұрасаң, адам рахат алмайды екен. Әне-міне рахат болады деген бір сезім сені ұстап тұрады. Осыны білген нейробиолог ғалымдар, кез келген мына бизнесмендер, үлкен әлеуметтік желіні жасағандар, сондай үлкен ғалымдарды неменеге алады, қызметке алады, нейробиолог ғалымдарды, оны нейромаркетинг дейді. Сонан кейін, мысалы, сауда үйлерінде бір иіс шығарып қояды, сол иістің соңынан қуып барасың, сол жерде немене сатылады, балмұздақ сатылады. Болмаса бір заттың бағасы, бір заттың бағасымен екі затты сатып аласың, әне жеңілдік берілді. Әлеуметтік желіні жасаған кезде TikTok болсын, Instagram болсын, Facebook болсын, дәл осы принциппен жасалған. Сондықтан адамның көзі ешқашан байлыққа да, билікке де тоймайды. Болған үстіне бола берсін дейді.